Сәлем, сіздермен бірге тарихмен. Достар, бүгін сіздерге қазақ хандығының атақты ханы болған, әлемдік деңгейде немесе көрші орналасқан Азия мемлекеттерінің қаншамасымен өзара дипломатиялық байланыс жасаған, ауқымды, масштабты соғыс жүргізген және қазақ тарихындағы ең ұзақ билік құрған, яғни 40 жыл билік еткен Хақназар хан туралы тарихты айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп бізге қолдау білдіріңіз және лайк қойып комментарий жазып қалдырыңыз. Сонымен кеттік. Міне, алдарыңызда тұрған мына картада қазақ хандығының аумағы көрсетілген. Бұл 1538 жылғы қазақ хандығының шамамен аумағы болатын. Яғни, бұл карта бойынша қарайтын болсақ, қазақ халқының құрамына солтүстіктегі Торғай, Есіл өңірлері және Ақсарай, Керей тайпалары және шығыстағы Арғын және Жетісу өңірі, оңтүстікте Сығанақ, Қызылқұм, Атакент және Созақ аумақтары және орталық Қазақстан бүгіндегі және батыстағы Маңғыстау, Үстірт және Қоңыраттар, міне Арал теңізінің оңтүстіктегі Қоңыраттар аймағы және батыста Ноғай, Байұлы және Жетіру, Әлімұлы, Шекті төртқаралар осы қазақ халқының құрамында болған еді. Әрине бұл 1538 жыл. Осы карта бойынша қарайтын болсақ, қазақтардың шекарасына солтүстікте Сібір мемлекеті, оның билеушісі Тайбұға әулетінен шыққан билеушілер билік құрды. Кейіннен бұл билікті өздеріңізге белгілі атақты Көшім хан басып алған болатын, яғни Арал теңізінің солтүстігіндегі және қазақ тайпаларының біршама бөлігін ерткен ноғайлармен өзара келісімде болған Көшім хан кейінірек Сібір хандығын жаулап алды. Яғни бұл өз алдына тарих, бұны сіздерге алдағы уақытта айтуға тырысатын боламыз. Және солтүстік батыста бұл Қазан хандығы, яғни Сафагерей, бұл көбінесе Сафагерей дегеніміз Осман сұлтандығының, яғни Қырым хандығының өкілі ретінде де қарастыруға болады. Себебі қазандықтар сөз жүзінде болса да Осман сұлтанының вассалдығын мойындаған хандық ретінде белгілі. Және Қырым хандығы одан кейін батыста және біздің шектесіп жатқан батыстағы аумақ бұл Ноғай ордасы. Ноғай ордасы Сайд Ахмет Едіге дейді. Сайд Ахмет Едіге бұл Сайд хан көбінесе ең мықты билеуші емес, бірақ оның ең мықты билеушісі Шейх Мамай, яғни бұл орыстар мен Куликов даласында соғысатын Мамай емес, бұл Шейх Мамай дегеніміз бұл ноғайлардың арасынан шыққан билеуші. Кейінірек Хақназар ханды өз бала күнінде өзінің қамқорлығына алып тәрбиелеген адам, яғни ноғайлардан шыққан. Бұны қазір сіздерге айтып түсіндіретін боламыз. Сонымен Хақназар хан бұл Қасым ханның ұлдарының бірі. Қасым ханның ең үлкен ұлдарының бірі ретінде бұл Мамаш хан айтуға болады. Мамаш хан, яғни кейінірек Қасым хан 1520 жыл немесе кейбір деректе 1521 жылы өмірден өткеннен кейін таққа талас басталады. Осы таққа таластардың нәтижесінде Қасым ханның үлкен ұлдарының бірі бұл Мамаш хан таққа отырады да, ноғайлар осыны пайдаланып кезіндегі қазақ хандығынан жеңіліп қалған соғысының есесін қайтармақ болады. Сөйтеді қазақ хандығының мына қазіргі кіші жүздің аумағы, яғни қазақ хандығының батыстағы территориясына Жайық өзенінен өтіп шабуыл жасай бастайды. Осы соғыстардың бірінде Мамаш хан өмірден өтеді. Кейбір деректерде ол аттың астына бастырылып өліп қалды дейді. Кейбір деректерде өзінің ауыр сауытын көтере алмай содан қаза тапты дейді. Яғни әртүрлі деректер айтылады Мамаш ханның дүниеден өтуіне байланысты. Сонымен Мамаш хан дүниеден өткеннен кейін, одан кейін Тахир хан отырады, одан кейін Тоғым хан отырады дегендей қазақ хандығының ішінде өзара алауыздық пайда болып, осының нәтижесінде ноғайлар қазақтың бүкіл батысындағы иеліктеріне, тіпті Жем өзеніне, тіпті Торғай даласына дейінгі аумақты өзінің бақылауына алады. Осындағы қазақ тайпалары ноғайлардың билігіне өтеді. Осы соғыстардың ішінде жап-жас Хақназар ханзадаға қауіп төне бастайды. Себебі сарайдағы, яғни мына Сарайшық қаласындағы таққа талас, сұлтандардың билікке таласуы енді ғана дүниеге келген. Шамамен ол кезде Хақназар ханның жасы, яғни өз әкесі
Қасым хан өмірден өткен кезде 1521 жылы Хақназардың жасы шамамен 10-15 жастағы бозбала ретінде суреттеледі. Яғни осы кезде таққа талас нәтижесінде Хақназар ханзадаға қауіп төнуіне байланысты, яғни ол әлі хан емес, ханзада қауіп төнуіне байланысты оны Ноғай еліндегі әпкесінің қолына жібереді. Яғни Ноғай еліне әпкесі тұрмысқа шыққан болатын Хақназар ханның. Себебі кезінде Қасым хан мен Ноғай ордасының арасында берік одақтастық пайда болып, ноғайлар Қасым ханның билігіне бағынған болатын. Осы кезде Қасым хан бір қызын ноғайлар еліне ұзатқан болатын. Осы әпкесінің қолына барып Хақназар сонда барып паналайды. Сөйтіп қазақ хандығының ішінде таққа талас одан әрі жалғаса береді. Жаңағы айтып өткен Тоғым ханның 9 сарысы қаза тапқан атақты Санташ жорығынан кейін қазақ хандығының ішінде белгілі бір деңгейде әр шашырап жатқан сұлтандар өз алдына билік құра бастайды. Осы кезде Қасым ханның ұлы Хақназар ханзада ноғайлардың қолында тәрбиеленіп жатқан болатын. Яғни бұл ноғайдың атақты мырзасы, жаңағы біз видеоның басында айтып өткен Шейх Мамайдың қолында тәрбиеленген болатын. Шейх Мамайдың қолында тәрбиеленген Хақназар ханзада сол мырзаның қолдауымен, ноғайлардың қолдауымен атақты Қазан хандығының қазіргі құрамындағы башқұрттарға билеуші болады. Яғни башқұрттар еліне, міне башқұрт. Осы башқұрттар еліне ұлыстың билеушісі дәрежесіне дейін көтеріледі Хақназар ханзада. Осы арқылы бұл ең алғашқы өзінің қарсыластарымен таныса бастайды. Әрине бұл кезде башқұрттар ноғайлардың билігінде болатын. Башқұрттардың солтүстік аумағында бұл Ресей мемлекеті жатты. Қасым хан осы кезде Ресейдің, Қазанның, ноғайлардың, Қырымның, Астраханның, Сібірліктердің өзара саясатын көріп таныса бастайды. Осылайша уақыт өткеннен кейін ол қайтадан Ноғай ордасына қайтып келеді. Шейх Мамайдың қолында тек қазақтың ханзадасы Хақназар хана тәрбиеленген жоқ. Сонымен бірге кейбір деректердің айтуы бойынша Шейх Мамай мырзаның қолында кейінірек Сібір хандығын бағындыратын атақты Ибақ ханның немересі саналатын Көшім ханда осы Шейх Мамайдың қолында тәрбиеленген екен. Міне, қазақ хандығының ішіндегі өзара таққа таластың нәтижесінде ұлыс ыдырап, тіпті мына Кашмирде отырған Мұхаммед Хайдар Дулати атақты қазақтың тарихшысы болған. Осы кісі кейінгі жылдары деп жазады өзінің тарихи деректеріне. Шамамен сіздерге мазмұнын айтып берейін. Қазақ хандығы өзара таққа таластың және көрші мемлекеттердің, яғни бұл жерде ноғайлардың, сібірліктердің және оңтүстіктегі бұхарлықтардың соғысының нәтижесінде тіпті жер бетінен жойылып кеткен шығар деген сияқты тарихи деректерді келтіреді. Яғни кезінде саны миллионға жеткен, яғни Қасым ханның кезінде саны мың деп сөйлейік, яғни миллионға жеткен қазақ халқы әлі күнге дейін өмір сүріп жатыр ма, ол бар ма жоқ па деген сияқты тарихи дерегін жазып қалдырған болатын. Яғни Мұхаммед Хайдар Дулати. Бұл қазақ хандығының ішіндегі уақытша әлсіреу жылдары болатын. Яғни қазақ халқы уақытша әлсіреп, кейіннен 1537 жылғы атақты мына жерде болатын шамамен Санташ шайқасы, яғни кезіндегі Шағатай ұлысының әскерімен және бұхарлықтардың әскерінің қосындысынан қазақ әскерлері ойсырай жеңіліп, яғни жалғыз қазақ әскері емес, қазақ қырғыздың әскері жеңіліп, осы шайқастан кейін қазақ халқы қаншама жерінен айырылып қалған болатын. Міне осы шайқастан кейін қазақ ордасының тағына Шейх Мамайдың ықпалымен немесе ноғайлардың ықпалымен Хақназар хан хандық билікті қолына ала бастайды. Хақназар ханның қасында ол кезде Жалым сұлтан және кейінірек таққа отыратын атақты Шығай сұлтан да бірге жүреді, яғни еріп жүреді бірге. Осы шайқастардың нәтижесінде Хақназар хан қазақ халқының ішіндегі сұлтандарды, билерді өз айналасына топтастыра бастайды. Осы арқылы қазақ халқын кезіндегі әкесінің кезіндегі, яғни Қасым ханның кезіндегі қуаттылығына қайта жетуге барын салады. Осы арқылы ол солтүстіктегі ноғайлармен және оның солтүстігінде жатқан Қазанмен және Ресей мемлекетімен, нақтырақ айтқанда Мәскеу патшалығымен өзара одақтастық ниетте екенін көрсетеді. Бұл кезде Мәскеу тағында атақты, міне көріп отырсыздар,
Иван Грозный, яғни қаһарлы Иван отырған еді. Бұл Иван патша, білесіздер, Қазан хандығын және одан кейін Астрахан хандығын және Ермакты жіберіп, Сібір хандығын бағындырып, Ресей енді Мәскеу князьдігі емес, орыс патшалығы деп аталған болатын. Міне, осы соғыстардың нәтижесінде Ресей өзінің шығыстағы саясатын реттеу арқылы тіпті Сібір мемлекетіне дейін жетті. Ал оңтүстікте Қазақ хандығының билеушісі болған Хақназар өзінің шекарасын қайтадан Қасым ханның кезіндегі ең үлкен аумаққа келтіруге барын салды. Ол үшін Хақназарға тіпті бір жақты емес, үш жақты соғыс жүргізуге тура келді. Бұл солтүстік және солтүстік батыстағы ноғайлар, яғни кезінде өзін таққа келген ноғайлардың ықпалы тым артып кеткен болатын бұл аумақтарда, және солтүстіктегі Сібір, Қазан хандықтары, оңтүстіктегі Бұхар әмірлері және Хиуа хандары, және шығыстағы ойраттар мен Шағатай ұлысы, яғни Жаркент сұлтандарының қазақ даласына ауық-ауық шабуыл жасап тұруы. Яғни бұл кездегі Әбдірашид ханның балалары, білесіздер, Әбділатиф пен Әбдір-ар-Рахман өзара соғысып, осының бірін Хақназар хан жақтау арқылы қазақ хандығындағы өзара балансы ұстап тұруға тырысады. Міне, қазақ хандығы осындай ауқымды соғыс жүргізуге мәжбүр болды. Хақназар хан әрине бұны реттей ала ма, оны қазір сіздер көретін боласыздар. Сонымен, ноғайлардан алдымен тәуелсіздік алды деуге де болады, немесе тәуелсіздік емес, бұл ықпалын азайтты деп айтуға болады. Яғни ноғайлардың ықпалын азайту үшін ноғайлардың ішіндегі өзара таққа таласты күтуіне тура келді. Сонымен Шейх Мамай шамамен 1549 жылдары өмірден өткеннен кейін өзара оның ұлдарының арасында таққа талас, яғни билікке талас басталады. Өткені ноғайлардың арасында хан деген ұғым жоқ, көбінесе мырза дейді, немесе би деп атайды, яғни атақты Уақас би дейді, Едіге би дейді, яғни кезінде Тоқтамыспен соғысатын. Осындай билікке таластың нәтижесінде Шейх Мамайдың ұрпақтары және оның Шейх Мамайдың бауырлары таққа таласа бастайды. Таққа таластың нәтижесінде мына айтып отқан Сайд Ахмет таққа отырады, бірақ оның билігі орнықты болмайды, себебі жаңағы Шейх Мамайдың ұрпақтары және оның бауырлары ноғай билігін одан әрі әлсірете бастайды, яғни таққа таласа бастайды. Осы арқылы жаңағы башқұрттардың билігі өз алдына кетеді, сібірліктер өз алдына билік тізгінін алып кетеді, яғни бұл сібірлік тайбұғалықтардың билігінен шеттеп, енді билік Көшім ханның қолына өтеді. Көшім хан бағана біз айтып өткендей Шейх Мамайдың қолында Хақназар ханмен бірге тәрбиеленген болатын. Яғни Хақназар хан да, Көшім хан да осы Шейх Мамайдың ордасында бала кезінде бірге тәрбиеленген. Сонымен Көшім хан таққа отыра салысымен Қазақ хандығына қарсы жаулық көзқараста болады. Яғни бұл Қазақ ханның билігіне наразылық, немесе солтүстіктегі қазақ жерлерін Сібір аумағының құрамына қосып алуға ниеттенген еді. Сонымен Сібір ханы мен ноғайлардың қазақ ханына қарсы өзара келісімнің нәтижесінде үнемі қазақ даласының солтүстігіне және батысынан шабуыл жасап тұрды, бірақ Хақназар хан бұлардың барлығын тоқтата білді. Осы арқылы ол Ресей елімен, нақтырақ айтқанда Иван Грозниймен өзара одақтастыққа отырған болатын. Бұл бұлай. Иван Грознийдің бір жарлығы бар. Қазақтармен баж салығынсыз, яғни бажы деп отырғанымыз, бұл жерде саудагерлер Ресейге барып сауда жасайтын болса, қазақтардың саудагерлері, бұған салық салынбайды, яғни түрлі қазақ ханына осындай құрмет көрсеткен Иван Грознийдің өзі. Сол арқылы қазақтармен одақтасуға тырысты. Себебі неде? Себебі мына Қырым хандығы үнемі Иван Грознийға қауіп төндіріп тұрды. Себебі міне қараңыздар, мынау Дәулеткерей Қырымның ханы. Өздеріңіз білесіздер, шамамен 1571 жылы Дәулеткерейдің әскері тіпті Иван Грознийді қуып шығып, Мәскеу қаласын, міне сіздер көрсетейік, міне Қырым хандығы, міне Москва, осы Мәскеу қаласының өзін түк қалдырмай өртеп жіберген болатын. 1571 жыл шамамен Мәскеуге жорық жасап, бұны туралы сіздерге алдағы уақытта айтуға тырысатын боламыз. Сонымен Қырым ханы және ноғайлар, сібірліктердің өзара Мәскеуге қарсы тұруы
орыстарды шошындырған болатын. Енді ол өзіне ыңғайлы одақтас іздей бастайды. Сөйтеді де көшпенділердің арасындағы ең мықты беделге ие болған Хақназар ханмен одақтасуға ниет білдіреді. Яғни Мәскеу мемлекеті Иван Грозный. Осы арқылы қазақтар мен орыстардың арасында бірнеше рет елшіліктер болған екен. Осы елшіліктердің нәтижесінде Ноғай елі бұны біліп қалады. Себебі ноғайлар осы орыстармен о бастан одақтастыққа ұмтылған еді. Осы арқылы бұл тәуелсіздікті сақтаймын деп ойлайды. Бірақ ноғайлар кейіннен орыстарға ренжіп қалады. Себебі сен неге қазақтың ханы Хақназармен достық келісімде боласың? Мен онымен жаумын деген сияқты хат жібереді Иван Грознойға. Ал Иван Грозный айтады, я, бізде қазақтың елшілері болды, менің сарайымда болды, мен елшілерді қабылдадым және біз достық байланыстамыз деген жауап береді ноғайларға. Міне осыдан ақ қазақ ханы Хақназардың Иван Грознойдың өзімен қандай дәрежеде қарым-қатынас жасағанын көруге болады. Хақназар хан қазақ хандығына билік етіп жатқанда Осман империясында Сұлтан Сүлеймен, яғни атақты Сұлтан Сүлеймен билік құрып жатты. Ал солтүстікте Иван Грозный, оңтүстікте атақты Хақназар ханның кейінірек бақталасы болатын бұл Абдолла Сұлтан. Міне осылайша қазақ халқы өзінің шекарасын кеңейте отырып, Қасым ханның кезіндегі шекарасын қайтадан қайтарып алды, ноғайларды ығыстырды. Енді Хақназар ханның басты мақсаты бұл Еділ мен Жайықтың арасындағы жайылымды жерлердің барлығын қазақ халқының құрамына қосу болатын. Бірақ оған шығыстағы Жаркент, яғни бағана айтып өткен Тұрфан жеріндегі мекендеп отырған осы шығыс Түркістандағы Жаркент пен Шағатай ұлысының хандары қазақ халқының шығысындағы аумақтарына шабуыл жасайды. Осыны тоқтату үшін Хақназар ханның әскері оңтүстікке және шығысқа бет алады. Бірнеше рет соғыс болады. Осы соғыстардың бірінде Хақназар ханның жанындағы сұлтандар тұтқынға түсіп, кейін өлтірілгені, тіпті Хақназар ханның өзінің өлтірілгені айтылады, бірақ бұл жалған дерек болып шықты. Яғни Хақназар хан кейінірек оңтүстіктегі ең белсенді қимылдарға көшкен болатын. Яғни Хақназар хан бір соғыста жеңеді, бір соғыста жеңіледі, бірақ шығыстағы шекарасын қайтадан қалпына келтіріп алады. Яғни өзінің мақсатына жетеді, шығыстағы аумағын қауіпсіздендіреді. Сонымен Хақназар ханның әскері оңтүстікке қарай қимылдай бастайды. Оңтүстікте Бұхар әмірлерінің ықпалы кеңейе бастаған еді. Яғни Бұхар әмірлері деп отырғанымыз бұл атақты кезіндегі Қасым ханның өзімен соғысып жүрген Шайбани ханның ұрпақтары, яғни соның ізбасарлары. Оның билігіне келген, мысалы мына жерде Пір Мұхаммед хан бірінші деп тұр, бірақ кейіннен Абдолла хан келеді Бұхар хандығының билігіне. Искандер Шайбани дейді, 1568. Міне қарап отырсыздар ма? Солтүстікте Көшім хан билікте. Бұл қазақ хандығымен жаулық көзқараста болды деп айттық. Хақназар ханмен үнемі соғысып отырды. Ал Хақназар хан оның солтүстік иеліктеріне жақындатпай отырды. Батыста Ноғай. Бұл Едігенің ұрпақтарының билігі. Сонымен ал оңтүстікте Хиуа Мұхаммед, Нәдір Мұхаммед немесе Нади Мұхаммед дейді. Және оңтүстікте бұл кейіннен Абдолла ханның бұл әкесі Искандер деген Ескендір. Міне Абдолла екінші Шайбани. Міне осы ханмен қазақ ханы Хақназар өзара одақтастық ниет білдіреді. Себебі бұл кезде Бұхар хандығының өз ішінде таққа талас жүрген болатын. Яғни Ташкенттің билігіне Баба Сұлтан келіп, Ташкентті өзара тәуелсіз мемлекет етуге тырысты. Ал Ташкенттің тәуелсіздікке жетуі бұл қазақ халқының оңтүстігіндегі, мысалы Созақ, Тараз немесе Атакент деген сияқты Қызылқұм аумағындағы осы Түркістан өңіріне қауіп төндіретін. Себебі ол Ташкенттің жорық жасау мүмкін еді. Сол үшін Хақназар хан жақындағы адамды емес, алыстағыны одақтас етуге тырысты. Осы арқылы Бұхар ханмен өзара одақтастыққа отырды. Бірақ осы соғыстардың нәтижесінде бірде қазақ ханы дипломатиялық байланыс жасау арқылы бірде Бұхар ханын қолдады, біресе Ташкентті билеп отырған Баба Сұлтанды қолдады. Бірақ Баба Сұлтан оңтүстікке жақындап қалған қазақ әскерінің қолбасшысы Хақназар ханды, оның жанындағы Жалым сұлтаны және бірнеше сұлтанды
келіссөзге келген жерінен өлтірген болатын, және кейіннен Хақназар ханның өзіне адам жіберіп, Хақназар хан осы жансыздың қолынан өмірден өтті деп көрсетіледі бір тарихи деректерде. Енді басқа бір тарихи деректерде Хақназар хан өзара соғыстың нәтижесі немесе таққа таласқан сұлтандардың немесе өзара соғыстың ішінде өмірден өтті делінеді. Бірақ Хақназар ханның өмірден өтуіне байланысты нақты тарихи дерек айтылмай келеді. Міне, Хақназар хан қазақ халқының құрамында мықты болған, яғни ең атақты хандарының бірі. Ол батыстағы әкесінің кезіндегі Қазым ханның көзі тірісінде құрған қазақ халқының территориясын сақтап қала алды, және солтүстікте күшейіп келе жатқан Мәскеу мемлекетінің өзімен тең дәрежеде байланыс жасау арқылы ноғайларға да өз ықпалын жүргізді, Бұхар ханымен де одақтасты, және шығыстағы Шағатай ұлысы және ойраттардың өзін қазақ халқының жеріне кіргізбей шекарасын сақтап қала алды. Міне, Хақназар ханның кезіндегі қазақ халқының территориясы шамамен осындай болған. Бұл қазақ халқының құрамындағы немесе қазақ халқының құрамынан тыс жердегі аумақтарға ықпал ете алған хан ретінде айтуымызға болады. Хақназар хан қазақ хандығындағы ең ұзақ билік еткен хан ретінде есімі аталады. Шамамен 42 жыл немесе шамамен 45 жылға жуық қазақ хандығының тағында болды Хақназар хан. Бұл билік еткен уақыт, ал Хақназар ханның өмірден өтуі бұл шамамен жасы 70-тен асып қана барып өмірден өткен екен. Құрметті достар, міне қазақтың атақты ханы туралы сіздерге тарихи деректі айттық. Сіз қандай тағы тарихи деректерді білесіз, оны комментарийге жазып қалдырыңыз, және егер біздің айтып отырған деректеріміз сізге ұнаса, каналға тіркеліңіз, қолдау білдіріңіз, және лайк қойып өзіңіздің пікіріңізді жазып қалдырыңыз, және бұл видеоны өз таныстарыңызға таратып жіберіңіз.